Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы көзіңді қорға. Защити свои глаза. Сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау. Бағалау критерийі: тыңдалым материалдардың мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бере аласыңдар және шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құрап, соған сүйеніп баяндай аласыңдар. Мәтінді тыңдаңдар. Компьютермен жұмыс істеу ережесі. Дәрігерлердің айтуы бойынша, компьютерде балалар 2 сағаттан, үлкендер 5 сағаттан артық отырмауы керек. Компьютерде жұмыс істеудің ережесі біліп ал. Компьютерден жарты метр алыс отыр. Компьютерді ойыншыққа айналдырма. Компьютерде ұзақ уақыт отырма. Керек кезінде пайдалан. Көзіңнің жанары нашарлайды. Күнделікті компьютерге отыратын уақытыңды белгіле. Компьютерде отырғанда 15 минут сайын үзіліс жаса. Үзіліс кезінде көзіне жаттығу жаса. Оңға, солға, жоғары, төмен қарап, көзіңді айналдыр. Терезеден алысқа қара. Содан кейін өзіне жақын тұрған затқа қара. Осындай жаттығуды бірнеше рет қайтала. Арнайы қорғаушы көзілдірік ки. Компьютер тұрған бөлме шаң болмауы керек. Компьютердің алдында тамақ ішпе. Бөлмені желдетіп, ауасын тазарт. Тінтуірді көп ұстап отыру саусақ ауруына ұшыратады. Компьютермен дұрыс жұмыс жасай біл. Ал енді оқушылар тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Ауызша жауап бересіңдер. Бірінші сұрақ: компьютердің алдында балалар мен үлкендер қанша сағат отыру керек? Сколько часов должны сидеть дети и взрослые за компьютером? Компьютердің алдында балалар мен үлкендер қанша сағат отыру керек? Екінші сұрақ: компьютерді неге айналдыруға болмайды? Во что нельзя превращать компьютер? Компьютерді неге айналдыруға болмайды? Үшінші сұрақ: компьютерде отырғанда үзіліс жасау керек пе? Когда сидишь за компьютером, нужно делать перерыв. Компьютерде отырғанда үзіліс жасау керек пе? Төртінші сұрақ: қандай жаттығулар жасау керек? Какие упражнения нужно делать? Қандай жаттығулар жасау керек? Тінтуірді көп ұстауға бола ма? Можно ли долго держать мышь? Тінтуірді көп ұстауға бола ма? Оқушылар, осы сұрақтарға тыңдалған мәтін бойынша ауызша жауап беріңдер. Дескрипторға назар аударыңдар. Сұрақтарға жауап берді 4 балл. Қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтты 1 балл. Жақсы, оқушылар, енді келесі тапсырмаға көшеміз. Тыңдалған мәтін бойынша жоспар құрастырып, мәтіннің мазмұнын баяндау. Жоспар, оқушылар, 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе бөлімі. Жоспар, ребята, это план. План будет состоять из 3 частей. Бірінші кіріспе бөлімі,
Первая часть – это вводная часть. Екінші – негізгі бөлімі. Вторая часть – это основная часть. Үшінші – қорытынды бөлімі. Третья часть – это заключительная часть. Жоспар құрастырғаннан кейін оқушылар тыңдалған мәтіннің мазмұнын баяндайсыңдар. Ауызша айтасыңдар. Дескрипторға назар аударыңдар. Жоспар құрастырды 3 балл. Жоспарға сүйеніп баяндады 1 балл. Қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтты 1 балл. Бұл тапсырма бойынша оқушылар 5 балл жинайсыңдар. Өте жақсы оқушылар, енді үйге тапсырманы жазып аламыз. 76-шы бетте 9-шы тапсырманы жазбаша дәптерге орындап келесіңдер. Суреттегі сөздердің бірінші әріптерін пайдаланып, бір сөз оқы. Сол сөзді тәуелдеп жаз. Ребята, 9-е упражнение на странице 76. Вы должны угадать слово, которое зашифровано, по картинкам, то есть по первым буквам слов. И слово, которое вы найдете, нужно будет изменить в притяжательной форме. Местоимение притяжательной формы менің, мой, моя, сенің, твой, твоя, сіздің, ваша, оның, его или ее. А также есть множественное число біздің, наше, сендердің, ваше, сіздердің, ваша, вежливая форма, олардың, их. Задание выполняйте письменно в рабочих тетрадях. Сонымен оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.